Қазақстандық автошабандоздар Африка жерінде өткен дәстүрлі эко-рейс жарысында айтарлықтай табыстарға қол жеткізді. Атап айтар болсақ, Қанат Шагировтың экипажы жалпы есепте топ жарды. Африка эко-рейс жарысына әлемнің мықтылары қатысқан ескерсек, жалпы есептегі жеңістің оңайшылықпен келмегенін түсінеміз. Қарақұрлықта ел мерейін асқақтаған автошабандоздардың бүгін Алматының әуежайынан бір топ жанкүйер құшақ жая қарсы алды. Бірнеше кезеңде қарсыластарын шаң қаптырған Қанат Шагировтың экипажы былтыр осы жарыста 4-ші орынға табан тіреген болатын. Биыл жоспарды асыра орындағандарын айтады. С каждым годом эта гонка не становится легче. Бұл жарыс жылдан жылға қиындап келе жатқаны жасырын емес. Бір жағынан қызық, осы аудару орта жолда қалып қойды. Өткен жылы біздер жарыс кезеңдердің бірінде күміс медаль алсақ, жалпы есепте төрттіктен табылған едік. Биыл сол көрсеткішті жақсартуды жоспарлаған болатынбыз. Мақсат орындалды.